Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің аты-жөнім Болатова Жадыра. Абай ауылы балалар саз мектебінің домбыра сыныбының мұғалімі боламын. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы домбыраның түрлері деп аталады. Домбыра қазақ халқының ең кең тараған екі ішекті көп пернелі музыкалық аспабы. Ол қазақтар өмірінде маңызды орын алатын өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Алғаш этикалық дәстүр шеңберінде жыр, толғау, термелерді сүйемелдеуге қолданылған домбыра кейіннен аспаптық шығарма, күй жанрының қалыптасуына ықпал еткен. Қазіргі кезде домбыра жеке әнді сүйемелдеуге, күй тартуға, халықтық фольклорлық музыкада, классикалық шығармаларды орындауда кең қолданылады. Мүмкіндігі кең музыкалық аспап болып табылады. Домбыра ежелде қазақ тарихын баяндаған музыкалық аспаптардың бірі. Ал енді осының түрлеріне тоқталып өтейік. Қазақ даласының әр өңірінде кездесетін домбыралар жергілікті жер жағдайына, тұрмыс салты мен дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен әр өнерпаздың орындаушылық мәнеріне, аспапшының шеберлігіне байланысты әртүрлі пішімде дамытылып, өзгеріп отырған. Ән, жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9, әрі кеткенде 14-15-ге жетсе, күй домбырасында 20-дан астам перне тағылады. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне қарай, яғни кварта, квинтасы өзгеріледі. Домбыра негізінен 2 ішекті және кейде 3 ішекті болып келеді. Домбыра тартуда қағыстарының түрлері өте көп. Мысалы, сермеп ойнау, іліп қағу, шертіп ойнау және тағы басқалар. Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрлері бар. Олардың ішінде ән мен күй домбырасы, торсық, тұмар, кең шанақты, оның 2 нұсқасы, балдырған, балашық, шеңкілдек, аша, 3 ішекті, қуыс мойын, шертер, оркестр домбыралары кіреді. Оркестр домбыраларының өзі 4-ге бөлінеді. Олар қоңыр дауысты альт, жіңішке дауысты прима, ащы дауысты секунда және бас домбыралары, және оның 2 нұсқасы. Суретте қарап отырғандай кішкентай домбыраны көріп тұрмыз ба? Және өте үлкен домбыра бар. Өте үлкен домбыраны біз контрабас домбыра деп атайды екенбіз. Осы сияқты енді оның бірнеше түрлеріне тоқталаймыз. Домбыра құрылысы бірнеше бөліктен тұрады. Басы, құлақтары, пернелері, мойыны, шанақ, бет қалпақ, ілгек және ішектер. Сондай-ақ оның көптеген қосымша бөлшектері бар. Мысалы, тиек, кемер ағаш, тұжым ағаш, бастырма, ойық, қалқа, түйме, өрнек, желкелік. Домбыра тиегі 3 түрлі болады. Олар шайтан тиек, негізгі тиек, табалдырық тиек деп аталынады. Осы айтып отырған құрама домбыра дегенімізге тоқталып өтейік. Домбыра дыбыс өзгерткіші жоғары, қарағай, дыбыс жаңғырту қасиеті бар тұт, қатты жынысты үйеңкі, емен секілді келі ағаштардан негізінен 2 түрлі әдіспенен құралып немесе ойылып, яғни шауып жасалынады екен. Құрама домбыралардың шанағы жұқа, тілшелерден құралып жасалса, бітеу домбыра тұтас ағаштан ойылып жасалынады. Мына суретке назар аударайық. Бұл суретте Абайдың 3 ішекті тұмар домбырасы бейнеленген. Бұл домбыра
қазіргі Семей қаласындағы Абай музейінде сақталған. Хакім Абай қазақтың кез келген өнер түрін үлкен талғаммен аса жоғары бағалап отырған дейді Абай музейінің қызметкері Мейіржан Нұрланов. Ақын өз тарапынан оларды дамытуға үнемі қамқорлық жасағаны Абайға қатысты естелік еңбектерден белгілі. Маңайына тек әнші мен күйшіні, ақын мен жыршыны топтастырып қана қоймай, ел ішінде 10 саусағынан өнер дамыған ұлттық қолөнердің үздік үлгілерін таратушы ұсталар мен зергерлерді, ағаш шеберлерін, ісмерлерді іздестіріп, арнайы тапсырма беріп, құрметтеп, басқаларға үлгі еткен екен. Назарымызды мына суретке аударайық. Бұл домбыраның түрі шертер домбырасы деп аталынады. Шанағы терімен қапталған қазақ халқының ең көне музыкалық аспаптарының бірі. Шертіп ойнау тәсіліне байланысты шертер деп аталған. Ол 2 немесе 3 ішекті болып келеді. Құрылысы жөнінен домбыра, қобыз аспаптарына ұқсас келеді. Шертерде көбінесе шертпе күйлер орындалады. Домбыраның тағы бір түрі аша домбыра. Суретте көрсетілген. Аша, яғни қос бет домбыра, қазақтың ән күй өнерінде ежелден қолданыста болған аспап. Домбыра қос бетімен ерекшеленеді. Әр бетінде 2-2-ден ішек тағылғандықтан 4 ішекті домбыра деп те атайды. Аша домбыраның ойнау техникасы да 2 нұсқада қарастырылады. Бірі домбыраның бір беті әнге, екінші беті күйге ыңғайластырылса, екінші нұсқа домбыраның бір жақ беті оң бұрауда, екінші жақ беті теріс бұрауда орнатылған. Аша домбыра әнге де, күйге де келе беретіндіктен халық әмбебап домбыра деп атаған. Солақай ойнайтын күйшілер де көп жағдайда осы аша домбыраны пайдаланған. Сол себепті де аша домбыраның құлағында ойнау үлкен шеберлікті қажет етеді. Домбырадың бұдан да басқа түрлері өте көп. Мысалы, суретке назар аударайық. Бірінші суретте қос саз домбыра. Екіншісінде қуыс мойын. Үшіншісі үшем домбыра. Келесі бір түрі бүктемелі домбыра деп аталынады екен. Осымен біздің сабағымыз аяқталғалы жатыр. Сабағымызды Қадыр Мырза Әлінің сөзіменен аяқтайық. 2 ішектің бірі қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгін кесе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәрі осылай сорласын. Деп бір қахан шанағына құйған оның қорғасын. Жалған сөйлеп көрген емес соның өзінде, әппақ жалын күйдің жанын жалап жатқан кезінде. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.